däl käzirgi zamanda sizler görüp otursunlar, matematikaның жетістіктері қалай пайдаға асып атқанын. Мына қазіргі компьютерде, қолымыздағы қол телефондарда сол математиканың жетістіктері арқылы пайда болған заттар. Программасы, математикалық программа болмаса, қанша физикалық басқа салалардан жаңалық ашсаң да, олар ешқандай дұрыс эффект бермейді. Толық пайдалану үшін басқа салалардың жаңалықтарын математиканы дұрыстап оқып, дұрыстап түсініп, соны өмірге де жаңағы ғылымның жаңағы салаларына да енгізген дұрыс деп білемін. Ал енді қазіргі түрлі реформалар болып жатыр. Оның мүмкін кейбір жерінде қате де кетіп жатқанда болуы мүмкін, кемшіліктер де бар болуы мүмкін. Бірақ та енгізіліп жатқан жаңалықтардың біразы сіздердің мектепте сабақ берулеріңізге пайдасы тиеріне сенуге болады. Қазақстан математика пәнінің мұғалімдерінің ассоциациясы жыл сайын өткізіледі. Ол 1-2 желтоқсанда Алматыда өтеді екен. Менде мұғалімдердің жағдайлары жақсарып, сабақ беру деңгейі жоғарылап, жақсы деңгейі өсуіне тілектеспін, және сол үшін сіздермен бірге ой бөлісуге дайынмын.